Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Исат Айғай. Біз сіздермен нағыз оптада келіп жатқан физика сұрағын талдайтын боламыз. Ендеше кеттік. Бізде берілген екен лазер түрлері мен олардың ерекшеліктері арасындағы сәйкестікті табыңыз деген екен. Яғни ұлттық бірыңғай тестілеуде сәйкестендіруге арналған тапсырмалар бар. Сол түрінде келген екен. А варианты сұйықтық лазерлері, Б варианты газ лазерлерін сәйкестендіру керек. Соған байланысты 4 нұсқа берілген. Нұсқаларды оқитын болсақ, белсенді ортасы жоғарғы температурада балқытылған металдың сұйық қорытпасы болып табылады. Белсенді ортасы төменгі қысымдағы газдар болып табылады. Белсенді ортасы жоғары қысымдағы газдар болып табылады. Белсенді ортасы ерітінділер түріндегі түрлі органикалық қосылыстар болып табылады делінген екен. Яғни бұл лазерлер тақырыбы физикадағы ең күрделі тақырыптардың бірі болып табылады. Яғни атом және кванттық физика бөліміне сәйкес келеді. Ең алдымен біз лазерлерді еске түсірейік. Лазерлер деген не еді? Лазер деген ол жарықтың мәжбүрлі түрде сәулеленуі деп аталады. Яғни бұл біз анықтамаға нақты ден қоятын болсақ, лазерлер түрлерін ара жігін ажыратып аламыз. Яғни жарықтың мәжбүрлі түрде сәулеленуі деген сөз, біз бұл жерде энергияны алуымыз керек. Біз энергияны жарықты мәжбүрлі түрде сәулелендіру арқылы аламыз. Ол жерде біз энергияны алудың бірден бір көзі ол атом болып табылады. Енді біз А нұсқасынан бастап талдайтын болсақ, енді сұйық лазерлердің түрлері бар. Сұйықтық лазерлері, қатты денелердегі лазерлер, жартылай өткіштердегі лазерлер, сосын газ лазерлері болып табылады. Біз бірінші ең алдымен сұйық лазерлерін сәйкестендіріп алайық. Сұйық лазерлерін мұндағы біз 4 вариантты оқитын болсақ, 2 мен 3 нұсқалар ол біздегі газ лазерлеріне сәйкес келетін болса, 1 мен 4 нұсқалар сұйықтық лазерлеріне сәйкес келеді. Яғни 1 мен 4-тен біреуін таңдауымыз керек, 2 мен 3-тен біреуін сәйкестендіруіміз қажет деген сөз. Енді сұйық лазерлері біз анықтамаға мән беретін болсақ, жарықтың мәжбүрлі түрде сәулеленуі, яғни біз бұған энергияны алуымыз керек, бұл жақта тоқты тасымалдауымыз керек деп айтсақ болады. Бұл сұйықтық лазерлері бұл қаяқта орындалады дейтін болсақ, біз электролиз құбылысын еске түсірсек болады. Электролиз құбылысы кезінде электр тоғын тасымалдайтын бұл бізде электролиттер, яғни ерітінділер болып табылады. Сондықтан сұйықтық лазерлердің белсенді ортасы бұл бізде ерітінділер түріндегі органикалық қосылыстар болып табылады. Ерітінді деп жаттауымызға болады екен. Ондай жауап бізде Аға сәйкес келеді. А нұсқасына сәйкес келеді. Бұл бізде 4-ші болатын болса, 2-ші газ лазерлері. Енді газ лазерлерін анықтамасын сәйкестендіретін болсақ, бұл бізде жарықтың мәжбүрлі түрде сәулелендіру болатын болса, бізге атомға энергия беру керек. Ал газдардағы электр тоғын еске салатын болсақ, онда еске салу әдісі бізде иондау әдісі. Иондау әдісінде бізде разрядтың түрлеріне сәйкес бөлінеді. Ерекше бір разрядтың түрі бар, ол бізде солғын разряд. Сол солғын разряд ретінде қарастырсақ болады. Ал солғын разрядтың өту ортасы өте төменгі қысымдар болып табылады. Сондықтан бізде газ лазерлердің белсенді ортасы төменгі қысымдағы газдар болып табылады екен. Дәл осындай біз күрделі теориялық сұрақты ең оңай теориялық сұраққа айналдыра алады екенбіз. Осымен біздің сұрағымыз тәмам.